Алдарыңда уақыттың сынағынан өтіп, осы күнге дейін тек қана абырой жинаған Lexus ES 300 автокөлігі. Бізге мотор ауыстыруға келіп тұр, мотор мен коробкасын бірге ауыстырып бердік. Жалпы Lexus ES 300 3 литрлік V6 мотор тұр бұл жерде, 1MZ FE деген легендарный мотор тұр. ГРМ ремень үзілсе де клапан майыспайтын, прямо надежность деген сөздің прям Н деген әріпі осы Lexus'тан басталады жігіттер. Бұл жерде 5 сатылық автомат болады, ол деген адаптивный коробка. Ол деген жүргізушінің жүрісіне бағытталатын, бейімделетін деген сөз ғой жалпы. Сен қалай жүресің, бұл соған үйреніп алатын коробка жігіттер. Легкий переключение болса, тез істеу керек болса, немесе прямо сходу жылу керек болса, именно сондай нәрсеге адаптировать етіп болады. Бұл хозяинды прямо чувствовать ететін, сезетін көліктердің бірі жігіттер. Бүгінгі күнде именно көлік шықса минимализммен шығады, немесе электронный болып, білмеймін, бір микротолқынды пеш болып шығып кеткен ғой қазіргі көліктер. Маған мүлдем ұнамайды. Минимализм деген не ол? Зачем? Мына қарашы, мысал үшін, екі здоровый, прям лобовоймен бірдей, фаралары бар. Мынандай тонкий бір BMW-дағы, немістердегі, Қытайлардағы бір не емес. Прям түсу керек, сол жылдарда жолды таза түсіру керек, көрсету керек деген ниетпен здоровенный фарлар жасақ болған. Ал бүгінгі заманның талабына сай қылып, аккуратно билет линзалар салып тастайсың, и все. Жолың деген километрге дейін түсіп жарқырап тұратын болады. И одан кейін бұл 4-ші поколение ғой. 5-ші поколение қылып жапондықтар тура осындай Lexus'ты шығарған, бірақ 3-3 моторын ғана өзгерткен, артқы фарда, алдыңғы фарда бір-екі изменениялар бар болды. Соны енді 5-ші поколение деп қойған. Ну, білмеймін енді, так себе решение бұл негізінде. Ал енді жүрісінен, ходовкасының жұмысынан, мотордың жұмысынан енді максимально жұмсақ жігіттер. И бір ерекше бір визитный карточкаларының бірі бұлардың, ол шумкалары ғой. Ішіне отырдың, болды. Даланың бәрі медляк, ешқандай звук жоқ, сырттағы проблемалардың барлығы қалады, кредит, балашаға, туда-сюда бәрі сыртта қалады, шумоизоляция сені прямо ұйықтатады. Трассада енді Мерседестің тәжін тартып алмаса да, өзінікін дәлелдеп бір хозяйына таза бір кайф сыйлайтын көліктердің бірі жігіттер. 2003 жыл бұлар шығып бастаған кезде бастапқы бағалар $32,000 болған. Балай қарасаң қымбат, но на самом деле өте қолжетімді баға сол жылдарға. Жақсы бір бизнесмендер айдаған, ауқатты, сондай бір мәртебелі бір ағайындар айдаған ғой осы көлікті ше. Енді бүгінгі күнде қазір 35-40 жастағы жігіттер айдайды, енді жігіттер дегенде братандар деп қойын, сондай кісілер айдайды. Но тем не менее, бұл жерде бүгінгі Қытайдан қалып бара жатқан еш нәрсесі жоқ. Салонға отырғаннан бастап байқайсың, кресло бірден құшақтап алады, қош келдің деп тұрады. Шумоизоляция жаңа айттым, бірақ сол шумоизоляциямен плюс Марк Левинсон бар бұл жерде. Енді бейтіп ауылға қарай қайтып бара жатасың, Мейрамбектің термелерін қойып қоясың да, өзіңде бейтіп телміріп кете беретін сондай бір кайфовый көліктердің бірі. По салону таза былғары, таза кожа бұл жерде жігіттер. Сол 2003 жылдан бастап таза кожаный темамен шығара бастаған. Одан кейін маған бір сол жылдарға қарапайым адамға қолжетімді қылып комфорт жасаған темалардың бірі ол память сидений жігіттер. Память сиденияның қазақшасын да айтқым келеді, бірақ ол білмеймін ол қалай айтылатынын ше. Память сидений барлығы четко тұр. Қарашы, есік бұк өтіп четко жабылады. Электронный екі терезе, память сидений, плавающие сиденья, обдув, көтен жылытқыш, көтен суытқыш, барлығы прямо керектің барлығы бар. Ну и обязательно, конечно же, бұл жерде тұрған круиз контроль жігіттер. Жаңа кішкене қателесіп кетіппін, ең соңғы, ең жирный буыны комплектация жиынтығы деп. Олай емес екен, бұл жерде мынандай телескопический руль деп айтады ғой, то есть зажигание ашқан кезде руль көтеріледі, немесе түседі деген сияқты. Сондай темалар бар, бір дерзкий бір көлік бұл жігіттер. Марк Левинсон тұр, четкий шумоизоляция тұр. Енді біз бұл көлікке жаңа өмір сыйлап тастадық. Былайынша хозяинның сөзі бойынша өзі әкесінен қалған көлік екен. Екінші хозяин, то есть папасы, и одан кейін өзі. Моторын, коробкасын әлі родной тұрған екен, соны ауыстырдық қой біз бүгін ойлаш. И тағы да 20 жыл жүріп беретінде, енді жақсылап осылай қарай беретін болса, тағы да 20 жыл жүріп береді. Бұл сенің экологияға қарақпаған, ішіне бүйтіп здоровенный бір сенсорный экрандарды салып тастаған бір микроволновкаң емес китайский. Бұл Lexus бауырым, бұл жүреді әлі.